өткен 2 сағаттарда осы 8-ші сабақтың 12-ші сөзіне келгенбіз. Немесе ортасында тағы бір сөздер қосылды, 12, 16, 17-ші сөзіне келгенбіз. Енді бізде қазір соңғы осы 8-ші сабақтың соңғы 6 сөзін сіздерге өтіп жазып берейін. Бізде қазіргі өтілетін сөзіміз зэнма, қалай, қандай, зэнма, мысалы зэнма деп айтып жатамыз, янды жазып жатырмын, кешіріңіздер. Зэнма, пе, хэн, шу. 2 хэн кішкентай. Есімізде бар ма? Жүрек деген сөз. Нин, сіз деген сөздің астында жазылған. Мен жерге жазамыз енді. Ден, оғу. Ден. Зэн. Ма дегеніміз пе, пежі, ден. Зэнма. Мысалы, зэнмияң. Қалай, қандай. Мысалы, бізге өткен сағатта өттік шынти. Денсаулық. Мысалы, нин шынти зэнмияң. Не жерде яң дегенде бізде берілмепті. Зэнмамай. Мысалы, қалай сатасыз. Мысалы, пиңго зэнмамай. Бұл алма қалай сатылады, немесе қалай деген сөз. Былайша айтқанда сұрақ. Ал келесі сөзіміз мәй дегеніміз мына жерде сатып беру. Біз алдыңғы сағатында өткенде мәй дегеніміз ол басқа мағына білдірген. Ол мәй 3-ші томмен мен қайтемін саған, сенен мен сатып аламын. Мен ақша беремін де сенен тауарды сатып аламын. Ол мәй сатып алу. Ал міне жердегі мәй 4-ші томмен үстінде немене тұр? Хэн шу, 10 деген цифр тұр, хэн гоу, ден, хэн, пе, асты тоу, есімізде бар ма? Мән тоу дегендегі тоу, 7-ші сабақтағы тамақ атауларындағы. Енді міне жерде үстінде шы, былайша айтқан кезде мына шын алып тастасақ, мәй сатып алу. Мен аламын. Енді мына жердегі мәй қайтеді? Мен саған қайтемін? Сатып беремін. Сенен ақша аламын да, мен тауарды саған беремін. Ал анау алдындағы мәйіміз қайтты? Сатып алу. Мен сізге ақша беремін. Міне жерде қайтемін? Мен сізден ақша аламын. Бұл жерде мен сізге сатып беремін. Сатып беру дегендегі мәй. Екеуінің айырмашылығы тон белгісінде үстіндегі артық 10 деген санында. Келесі, енді мен алдындағы сағаттарда айттым. Мысалы, біз ар, сан, с деп цифрлар жазып жүрміз. Жердегі ар деген санның 3 түрлі атауы болады деген. Енді бізде қазір соның 2-ші атауы ляң 2 деген. Бұның да мағынасы 2. Бұл көбінде ақша атауларында мысалы қолданылады. Немесе өлшем бірлік мағынасында. Ляң, хэн, шу, хэн, жэку, пе, ден. Хэн, шу, хэн, жэку, ден. Мен алдында айттым, бұл ляңның енді келесі жолы біз алдында не дегеннің дәлнежені қолданатын, ол басқа. Ол адамдар арасында қарым-қатынас. Міне жердегі ляң байланыс, тауар байланысы, ақша айналысындағы ортадағы, мысалы біз 2 килограмм дегенде аргунжин деп айтпаймыз ғой. Ляңжин, немесе ляңгунжин соған қолданылады. Бұл да 2-ның мағынасы 2 деген атауы. Келесі сөзіміз икун дегеніміз барлығы жиыны. икун 多少钱? икун мысалы жерде икунды жазамыз да 多少钱? Барлығы жиыны, мысалы біз
Almadan 2 kilogram, mandarindan 3 kilogram, banandan 4 kilogram alamыз. Енді біз ақша төлейтін кезде қайтеміз? 2000 多少钱? Бәрі қанша болды? Мысалы, сатушыға айтамыз, е? 2000多少钱? Барлық жиыны қанша ақша болды, е? 公 деген хың, шу, хың, ден, немесе пе, на, немесе кен ден, е? 2000多少钱? Келесі сөзіміз гей дегеніміз беру. Маған бер, оған бер, саған беру. Мысалы, гей, гей ни, гей о, гей та, гей. Пе зhe, ти, пе, на, хың, арасында ку. Гей, беру. Келесі жау деген соңғы сөзіміз қайтару. Бұл көбінде сдача қайтарып беру, асқан ақшаңызды қайтару. Жау нин, умау, мысалы, жау нин 2 kuай, сізге 1 юан қайтарамын, 1 kuай қайтарамын. Жау. Бұл оға оқсақ қалады, мен деген сөз. Бірақ о деген сөзіміз қалай еді? Ортасындағы қыңы ұзын до конца жетіп тұрады, е? Ал мынада қарайық, міне, хың, шоугу, ти, мына жерде қарай, шегу. Мына жердегі хың, мына жерден қайтеді екен, тоқтап қалады, е? Бөлінеді. Ал оға кішкене оқсайды, бірақ оның басында пе бар, мынада пе жоқ. Бұл жау қайтару. Жау не чен, ақшаңды қайтару. Бұл жау қайтару. Міне бұл 8-ші сабақтың соңғы 6 сөзі. Біз енді қазір осы сөздердің мағынасымен оқылуын бір рет көріп шығайық. Зәнма дегеніміз қалай, қандай, қай деген мағынаны білдірді. Мәл 4-ші томмен қайтеміз, сатып береміз. Мәл ляң 2-ның 2-ші түрлі атауы, 2-де 3 түрлі болады. Біз қазір 2-шісін үйрендік. Бұл өлшем бірліктер, ақша, сауда қарым-қатынасында қолданады. 2-ның айтылуы түрі, 2-ші түрі. 2 дегеніміз жиыны барлығы. Гей, беру. Саған береді, маған береді, оған береді. Жау, қайтару, ақшаңызды қайтару. Енді бұл сабақ бойынша бұл қайтару енді көбінде асқан ақшаны қайтару. Өйткені бұл сабақтың өзі кішкене ақшамен байланысты болғаннан кейін. Жау, қайтару. Енді оқылуын көрейік. Зәнма 3-ші томмен, зәнма, мәл, ляң, 2-공, жерде 2-ші том, 1-ші томмен кетеді. 2-공 жиыны барлығы. 2-공 гей, жау, зәнма, мәл, ляң, 2-공 гей, жау, зәнма, мәл, ляң, 2-공 гей, жау. Міне осымен біз бүгін 8-ші сабақтың барлық сөздерін аяқтаттық. Енді мен қазір 8-ші сабақтың сөздерін басынан бастап бір рет оқиып. Дибакы, шыңцы жаңа сөздер. Мәй, шуйго, пинго, жин, гуңжин, гуй, лы, ба, дошау,快, 元, 角, 毛, 分, 还, 别的, 橘子, 怎么, 卖, 2, 1公,
гәй, жау. Міне бұл осы 8-ші сабақтағы 18 немесе 20-22 сөздері. Енді келесі сағатта мен осы 8-ші сабақтың диалогын. Сосын арасында мен сіздерге YouTube-тан қарап отырсаңыздар, мен сіздерге осы өтілгенге дейінгі сабақтың жаттығуларын жіберемін сіздерге. Ол жаттығуларды мүмкін мен сіздерге орындап көрсетемін, немесе негізі орындауға болмайды, өйткені оны сіздерге жіберіп берем. Үйреніп жатқан кісілер өздеріңіз қайтесіздер, орындап көресіздер. Бұны бөлек немен жіберемін. Енді сөздерді мен бүгін тақтаға шамам келгенше бәрін сөздерді жазып көрсеттім алдыңғы сағаттардағы. Жазылмай жазсаңыздар, тоқтатып қойып, үлкейтіп қойып, көрінгенше жазасыздар деп үміттенемін. Рахмет сіздерге, сәттілік тілеймін.